Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Әр бала ерекше бір әлем. Сондықтан оны тек баламен бірге, оның қуанышымен ренішін, жеңілісімен жеңісін бөліскен адам ғана түсіне алады. Әр бала өзіне жақын адамдардың жылылығын сезіне білу қажет. Әрбір тұлға, әрбір маман өз кәсібінің, өз мамандығының қыр-сырын меңгеріп, адал еңбектенуді мақсат ете білу керек. Сонда мақсатын бағындырып, табысқа қол жеткізеді. Мен Нахимова Күләш Дүйсенқанқызы алғашқы еңбек жолымды Шымкент қаласындағы номер 1 естімейтін балалар мектеп-интернатында бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет етуден бастадым. Қазіргі таңда осы қаладағы номер 21 Антон Павлович Чехов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің педагог-дефектолога қызметін атқарудамын. Мен бүгін өзімнің мектептегі бір күндік жұмысымның кейбір кезеңдерінен үзінді көрсетпекпін. Күнделікті жұмыс барысында уақытымды тиімді пайдаланып, өзіме қатысты жұмыстардың барлығын мүмкіндігінше қолымнан келгенше табысты атқарудамын. Ерекше білім алуды қажет ететін және мүмкіндігі шектеулі балаларға білім бере отырып, олардың қажеттілігін толық іске асыруға, қоғамға пайдалы болуына және оның толыққанды мүшесі болуына мүмкіндік беруіміз қажет. Қазіргі таңда ерекше білім алуды қажет ететін балаларға білім беру балалардың қоғамға бейімделуіне ауадай қажет. Қазір қоғамымызда күннен күнге бұндай ерекшеліктері бар балалар жыл санап артып келе жатыр. Бұл әрине қорқатын жағдай. Сол себепті ата-аналар баламен қарым-қатынасты күшейту қажет. Баламен сөйлесу керек, смартфонға тәуелді қылмай, әр түрлі ойындар ойнауын қадағалау керек. Ал біздің арнайы мамандардың міндеті мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамда болатын қиындықтарға төтеп бере алатындай жеке тұлға ретінде қалыптасуына көмек беру. Ерекше білім алуды қажет ететін әр балаға психологиялық, педагогикалық қолдау көрсету. Қалай, жағдайың жақсы ма? Олай болса, бүгін сабағымызды бастаймыз. Бегім, сәлем, Бегім. Қазір бізде қандай сабақ болады? Қазір бізде бейнелеу сабағы болады. Бүгін біз бейнелеу сабағында түрлі шарларды жасаймыз. Алуан шарлар. Қарашы мына қағаздарға. Бегім, қараймыз, қараш. Ой, қарашы, қандай әдемі түс. Күлгін түс, қызыл түс. Мінекей, сары түс, жасыл түс, көрдің бе? Осы әртүрлі қағаздардан біз бүгін алуан түрлі шарлар жасаймыз. Ол үшін бізге не қажет болады? Жапсырма сабағында бізге не қажет? Түрлі түсті қағаз қажет бүгін бізге. Одан соң тағы бізге не қажет болады? Қайшы, мынау не екен бізде? Қайшы қажет болады. Мінекей желім қажет болады. Мынау желіме осыменен жапсырамыз. Тағы бізге не қажет? Бізге қалам қажет болады. Енді қарашы міне. Мына қағаздарға мен сурет салып қойдым. Бұл ненің сурет екен? Шар. Айтамыз кәні. Айта қойшы. Бегім, шар. Шардың сурет екен, міне. Шар. Бұл жасыл шар, тағы да алуан түрлі шарлар бар. Енді не істейміз мына сызып қойған шарды? Қиып аламыз. Қазір мен саған біреуін қиып көрсетемін. Сосын келесі шарларды екеуміз бірге қиямыз. Жарай ма, Бегім? Жарай ма? Жарайды деп айта қойшы. Бегім, кән. Айтамыз. Міне. Айландыра, мына сызықтың бойымен айландыра, бейтіп қайшымен қырқып шығамыз. Қазір көрсетемін.
Қашымыз өтпейді. Енді қара. Мынау бізде не болды? Міне. Шар болды, е? Міне. Қандай шар бұл? Жасыл шар. Қазір басқасын да осылай қиып аламыз. Бүгін Бегімнің көңіл күйі болмай тұр. Сондықтан да мұғаліммен кері байланысы көңіл көншітерлікте емес. Дегенмен дефектолог осындай ситуациялардан өз шеберлігін қолданып, жол табу керек деп ойлаймын. Ал енді келесі оқушым Нұрахметпен өткізілген сабақтан үзінді көрсетпекпін. Оқушының сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін көрнекіліктердің эстетикалық талғамға және баланың жас ерекшелігі мен даму деңгейіне сай болу керек деп ойлаймын. Біз бүгін Нұрахмет екеуміз бизибордпен сабақ өтіп жатырмыз. Бизиборд дамыту тақталары. Бұл не? Және олар неге танымал? Соңғы жылдары бизибордтың үлкен танымалдығына қарамастан, мұны бәрі біле бермейді. Бизиборд бұл ағылшын тілінен аударғанда ойын-сауық тақтасы дегенді білдіреді. Негізінде бұл балаларға арналған дамыту тақтасы. Ол сонымен қатар баланың жалпы даму үшін ойын-сауық әрі сабақ болып табылады. Бизиборд идеясының авторы итальяндық дәрігер және ағартушы Мария Монтессори. Мұндағы менің оқушыммен сабақ өтіп жатқан бизиборд бұл стандартты бизиборд. Бұл әртүрлі кішкентай элементтерден бекітілген тақта. Көбінесе бұл жиынтықтарға музыкалық аспаптар, түймелі телефондар, сыдырма, жабыстырғыштар, түймелер, ілгектер, құлыптар, розеткалар, тағы басқа көптеген өмірдегі қолданылып жатқан заттарымыздың элементтері енеді. Бизиборд не үшін керек? Бұл біріншіден баланың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Бизиборд бұл моториканы дамытуға арналған тақта. Борттағы элементтерді жылжыту арқылы бала өз денесін басқаруды үйренеді, саусақтарын жаттықтырады және нығайтады. Сонымен қатар бизибордпен айналысу басқа да дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Логикалық ойлау, дыбыстық, визуалды және тактилді жады, зейін, тапсырма шешілгенге дейінгі зейінді шоғырландыру және ұстап тұру қабілеті. Сонымен қатар бала бизибордпен жұмыс жасай отырып, бала білім алады. Белгілі бір әрекеттерді өз бетінше жасауға үйренеді. Сонымен қатар мұндай ойындар кезінде алфавитті сандарды үйрене алады. Мінекей, енді жемістердің суретін салу үшін алдыменен жемістердің муляжын ұстап, сипап, сезіп, түсін, формасын, көлемін ауызша еске түсіріп, одан соң суретті салып бояймыз. Суретті бояу кезінде де баланың ұсақ қол моторикасы дамып, ойлау өрісі кеңейеді. Сарт ұстағымыз. Ұстайды, боямыз. Әдемілік болады. Кәдімгі. Сен істеп жатырсың? Айтамыз, бояп жатырмын. Қандай түспен бояп жатырсың? Сары. Қайталап отырамыз. Сары. Жақсы. Ал мұртты жақсы көресің ба? Тәтті бола ма? Тәтті, е? Барлық жерін тегіс бояп шығамыз, кәні? Жақсылап боя. Сөйтіп бәрін тегіс бояп шық. Кәнікі? Менің бүгінгі контентім ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ерекше білімді қажет ететін балаларды тәрбиелеп, оқытуға және дамытуға арналған кеңестеріммен және өзімнің іс тәжірибемнен алдағы уақытта бөлісіп тұратын боламын. Сау болыңыздар.